Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Арай өте дәмді жұмсақ болып шығатын кекстердің рецебін ұсынамын. Тез дайындалады. Алдын ала пештеріңізді дайындап қойыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркелу тегін. Алдымен ыдысқа ұн, қант, шым тұз, қопсытқыш қосып араластырамыз. Басқа ыдысымызға жылы айранды, 2 жұмыртқаны, өсімдік майын салып, қасықпен араластырамыз. Енді екеуін қосып, венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Менде осындай силиконды корзинкалар. Егер сізде басқа форма болса, жабыспас үшін сары маймен жағып қойсаңыз болады. Корзинкаларды толтырмай құямыз, себебі көтерілген кезде ағып кетуі мүмкін. Қыздырылған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Міне кекстер дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік болып шықты. Шыны керек, қалай пісірдім солай жоқ болды. Себебі үйдегілерге өте қатты ұнады. Астарыңыз дәмді болсын.